аспанында, сұңқарын қалықтасын аспанында. Армысыз мың жыл тарих жастап жатқан, о нұра, қасиет бақтастарында. Киелі Нұра кенті ұл-қызының, қарапайым қазақтың бір қызымын. Сыналып сынға түскен бұл байқауда, бағымды сынап тұрған жұлдызымын. Атым гүлден, асыл затым, атанам мен үшін қамданатын. Кентімнің қызы, қазағымның арымын мен, мерейін әлі талай асырат. Білімім қаранардай ауыр болсын, дұшпаным жоқ, достарым ауыр болсын. Сөз анасы құлақтан, бойымдағы білім анасы. Нұра ауданы, Мағжан Жұмабаев атындағы мектеп деген бұлақтан. Менің болашақтағы арманым тарих пәнін тереңдете оқып, ұстаз болу және би мен ән өнерінде қатар алып жүру. Мен өз мектебімнің мәртебесін асқақтатамын. Мен де бұлақтың көзін ашқан ұстаздарыма алғысымды білдіре отырып, мынадай жетістіктерімді ұсынамын. Бабалар сөзі ақылдың көзі деген. Жырды жаттап, жыршы атанбасақ, елге таратпасақ, балаларымыздың сөзін, өзін қалай танимыз? Мектепшілік, аудандық байқауларда топ жарып, жүлделі орындарды иелендім. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы демекші, жақында балалар әлемі республикалық байқауында 3-ші орынмен, Мағжан оқуларында 1-ші орынмен, Ұлы дала баласы республикалық байқауында 1-ші орынмен марапатталдым. Бұдан басқа мен спортты да жақсы көремін. Волейбол, баскетбол, шахмат ойнаймын. Топтық жарыстарға қатысып, үздік нәтиже көрсеттім. Менің арманым Қазақстан тарихы пәнінің мұғалімі болу. Мен Қазақстан тарихын қызға оқып жүріп, бабаларымыздың ел болу, егемендікке қол жеткізу жолындағы ерлік дастандарына қайран қалам. Кешегі күн, кешегі тарих. Оның келешек ұрпаққа бұрмаланбай, бәс қалпында жетуі маңызды екенін ұғынамын. Сол себепті өткен тарихымызбен бүгінгі әлемдегі Қазақстанның орнын бағамдап, ауыл балаларын біліммен сусындататын мәртебелі мұғалім болу менің қалаулы кәсібім болса екен деймін. Кітапты да көп оқимын. Ана тіліміздің көркем сөздің тұздығын келтіріп, ащы шөлдің көрмегін татыратын тұрақты тіркестерге бай, жан жүйені жандырып, құлақ құршын қандыратын көркемдей бейнелі тіл екенін түсіндім. Сол себепті қазақ тілі мен тарихының өміршеңдігі үшін ұстаздықты таңдадым. Осындай жетістіктермен мен өзімді жыл оқушысы байқауына қатысуға лайықты деп танимын.